Өте тез дайындалатын, дәмді болып шығатын қытырлақ, шаурма, донер жасап үйренеміз. Мен барлық ингредиенттерді дайындап алдым. Ол үшін бізге осындай лаваш керек. Қатты қалың да емес, қатты жұқа да емес, орташа. Фриді қуырып дайындап алдым. Менің каналымда фридің жасалу жолы бар. Ссылкасын описанияға қалдырып кетемін. Соломка етіп туралған дайын копченая курица, свежие огурцы және помидор. Кішкене кукуруза қалған, соны қоса салдым. Енді донерімізді жинаймыз. Копченый курицаның орнына кәдімгі филені алып, тұз, бұрыш приправаларды қосып, майлы табада қуырып, одан кейін толық пісіріп алсаңыздар болады. Енді видеода көрсетілгендей жинаймыз. Кетчуп пен майонезді осылай араластырып алдым. Мешочектің көмегімен осылай жағып шықтым. Менде кішкене аз болып қалды. Сочный болу үшін кішкене тағы да қосуға болады. Лаваштарымызды осылай орап шықтық. Енді оны грильницада немесе қызып тұрған майсыз табада екі жағынан қызартамыз. Міне біздің үй жағдайындағы шаурмамыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Барлықтарыңызға ас болсын.